Бұл дорама туралы бәрі біледі. Менің оқырмандарым енді көбінесе бұл дорама туралы неге ешкім айтпайды деген сөзімді жақсы біледі, ол бірақ бүгіннен бастап көпшілік адамдар біледі. Сонда да мен ұсынатын осындай танымал дорамалар туралы да айтып беремін. Бұл дорама туралы бәрі біледі, мүмкін көрмеген жандар бар шығар. Ол Мой демон дорамасы. Бұл жерде бізде демон болады, қазақша аударсақ сайтан, шайтан деп жатамыз, мүмкін тіпті жын деп жатамыз, иә. Содан кейін жас қыз болады, ол үлкен корпорацияның мұрагер қызы, оны асырап алса да, ол солай мұрагер қыз болады. Солай демонның күші мынау қызға беріліп кетеді. Солай екеуі бірге өмір сүру керек болады, бірге араларында көп деген шытырманға толы жағдайлар болады. Қыздың туғандарының барлығы почти сатқын болады, осы қыздан құтылу үшін барын салады, ал оны осы демон барынша құтқарады. Басты рөлде әрине Сон Кан демон болып. Негізі өте жақсы дорама, өте хит болған дорама. Әрине менің жанрымдағы дорама емес, маған өйткені көбінесе детектив, криминал